Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Достар, енді бүгін сіздерге біз футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастайық. Вальверде қазіргі уақытта ең әмбебап ойыншылардың бірі. Жартылай қорғаушы істей аласың, бұдан қорғаушы да істей аласың, вингер де істей аласың. Короче айтқанда енді Вальвердеге білгеніңді істей аласың. Енді жаман мағынада ойлап қалмаңдар. Жалпы айтқанда енді қазіргі уақытта Вальверде өте керемет жартылай қорғаушылардың бірі. Көмір тасуға да, жұмыс істеуге де, малға қарауға да барлығына осы Вальверде десем де болар. Реал Мадридтің қазіргі уақыттағы ең мықты ойыншыларының бірі. Кей кезде енді осы Вальвердені Реал Мадридтің ойыншыларымен және Еуропаның ойыншыларымен салыстыра отырады. Мысалға енді Реал Мадридтің ойыншысы Джуд Беллингеммен осы Вальвердені салыстыра отырады. Менің ойымша Джуд Беллингемге қарағанда Вальверде бір бас жоғары деп ойлаймын. Енді өздеріңде комментарияға қалдыруды ұмытпаңдар. Енді Вальверде көтем болса, енді осы Реал Мадридта қазіргі уақытта оң қанат қорғаушының рөлін атқарып жатыр. Енді Лукас Васкес жарақатталғаннан кейін сол қанатта ойнауға мәжбүр, және Релова басылымының айтуы бойынша Вальверде енді наразылығын білдірген екен. Енді мен жартылай қорғаушымын және мен оң қанат қорғаушысы болғым келмейді деп. Енді Вальверде сәл жоғары болып ойнағысы келіп жатқаны анық. Енді Вальверденің наразылығына команданың бас бапкері Карло Анчелотти қарай ма, қарамай ма, оны да білмей жатырмыз. Негізінде қорғаныста жартылай қорғаушыларды өнер көрсетеді. Чуамени және Камавинга секілді ойыншыларда қорғаныста өнер көрсетеді. Бірақ енді олар Вальверде сияқты сапалы өнер көрсете алмай жатыр. Және Карло Анчелотти қазіргі уақытта Вальвердені ең мықты оң қанат қорғаушы қылғысы келеді. Және Дани Карвахальға келесі маусымда сен демала сал дейма, қалай жалпы? Және Трент Александр-Арнольд та командаға келетін ақпараттар да бар. Трент Александр-Арнольдты енді Англия ұлттық құрамасындағыдай енді опорка қойып, оң қанат қорғаныста Вальверде ойнай ма? Қалай жалпы? Өзілеріңізді әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік. Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы және лидерлерінің бірі Кевин Де Брюйне осы 1-2 маусымнан бері кететін ақпараттарда бар, және осы маусымнан кейін анық кететін шығар. Жалпы айтқанда қазіргі уақытта Кевин Де Брюйненің ойындары жақсы емес, және алдыңғы маусымда жарақатталғаннан кейін Кевин Де Брюйне бұрынғыдай емес, және де оның жылдамдығы да жоқ. Бұрындары Кевин Де Брюйне енді бір маэстро дейміз ба, короче айтқанда енді ол Кевин Де Брюйне бір өте бөлек ойыншы болған. Ал енді бұрынғы авторитеті жоқ, және Кевин Де Брюйне қазір Манчестер Ситиге керек емес деп жатыр. Негізінде өзі Манчестер Ситидің жанкүйері ретінде Кевин Де Брюйненің тарихта қалатын орны ерекше. Және қазір оны біз ескізіп жатқан, және испаниялық басылымдар да және ағылшындық басылымдар да айтып жатыр. Кристиан Фалк деген инсайдер осыны жеткізген екен. Негізінде Кристиан Фалктың айтқанына сенгенде дұрыс шығар. Негізінде тағы да бір ақпараттар шығып жатыр. Кевин Де Брюйненің орнына Виртсті алады. Виртсті қазіргі уақытта Реал Мадрид, Бавария және Манчестер Сити клубтары қызығып отыр. 2026 жылдан бастап оның отступное 80 миллион евро болады. Одан кейін әрине енді Реал Мадрид және Бавария клубы 80 миллион евроға сатып алғысы келіп жатыр. Ал енді Манчестер Сити клуб болса оны қазірақ сатып алғысы келіп жатыр. Негізінде көп ойыншылар Реал Мадридқа кетіп қалады. Сол себепті енді Виртсті 100 миллион бола ма, 120 миллион евроға сатып алғысы келеді. Негізінде енді осы Эрлинг Холландтың да Кевин Де Брюйненің да дуэті осы жерде аяқталатын шығар. Енді Холланд келген кезде Де Брюйне не деген пастар шығарып Холландты голмен қамтамасыз ететін болған. Енді Виртс енді оның орнын басады деген үміттеміз. Достар, енді лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Роналдудың тағы да өз командасына көңілі толмайды. Әл-Шабабпен өткен ойында Криштиану Роналдудың командасы тең ойнап қалады, және 3 ұпай алудың орнына 1 ұпай алып қайтты. Енді Криштиану Роналду осы Саудия лигасына келгеннен бері еш нәрсе бірден дұрыс трофей жеңе алмай жатыр, және Пиолидің өзі команданы жақсы басқара алмай жатыр. Енді қазіргі уақытта ойыншылар көбінесе прессинг жасамайды және допты алып қоюға да тырыспайды. Енді Криштиану
Ronaldo'nun özü de еш нәрсе істей алмайтыны анық, және 40 жастағы ойыншының өзі қазіргі уақытта Саудия лигасына жақсы өнер көрсетіп жатыр. Ал енді Садио Манеге келетін болсақ, Садио Мане өліп сияқты өліп қалған ойыншы өлік. Енді ол Ливерпульда қандай болса, енді Саудия лигасында одан да мықты бола ма десек, енді Саудия лигасының комфортына кіріп алған сияқты. Криштің командасы енді осы маусымда Саудия лигасын жеңе алмайтыны анық шығар. Себебі енді турнирлік кестеде олардың жағдайлары жақсы емес. Және турнирлік кестенің бірінші орында тұрған Аль-Иттихад. Аль-Иттихад енді Криштиану Роналдоның командасынан 9 ұпай алдында, және Роналдоға мүмкіндік бермейтін шығар. Енді сен трофей жеңбе едің, енді жеңесаңдар деп. Енді Карим Бенземаның командасы әрине жеңеді, және қазіргі уақытта Криштиану Роналдо осы Саудия лигасынан кететін ақпараттарда бар енді. Мен өзім енді бұған сенбеймін. Енді ақпараттарын жеткізу бойынша Спортингке барады. Гютереш командадан осы жазда кетер, және оның орнын форвард ретінде Криштиану Роналдо басады деп жатыр. Криштиану Роналдо осы Саудия лигасында 200 миллион евросын алып жатқан жақсы емес пе? Еуропаға барып не істейді, және 2-3 маусымда енді мансабын аяқтайтыны анық шығар, және 1000 голға жетуі қиын егерде Еуропаға баратын болса. Барселона үшін бүгін қаралы күн. Барселонаның дәрігерлерінің бірі Карлос Минера әлемнен озды. Сол себепті кешегі ойында Барселона клубының Осасунаға қарсы ойыны келесі күнделде созылатын болды. 40 жастағы ойыншы, 40 жастағы дәрігер, кешірім сұрайым, 40 жастағы дәрігер әлемнен озды. Енді өлмесінен бұрын 1-2 сағат алдындары жүрген, және соны естіген Барсаның ойыншылары ойынға шықпаймыз деген екен. Ойыннан 1 сағат алдын Фабрицио Романо жеткізгеннен кейін әрине команданың ойыншылары алаңға шықпайтынын білген едік. Және Барселона клубы өзінің Instagram парақшасында айтқан, енді Карлос Минераға үлкен рахметімізді айтамыз. Командаға үлкен пайдасын тигізген, және оның отбасына барынша сабыр тілейміз деді. Енді Instagram парақшасында айтқан болатын Барселона клубы. Негізінде енді Барсаның ойыншылары жарақат алған кезде оларға психологиялық жағынан да, және жарақаттарын таңу жағынан да үлкен үлесін қосқан, және Гавиді жарақатынан айықтырған болатын. Гави енді Алавесте қарсы ойында жарақат алған. Одан кейін сен алаңға шықпауың керек, және өзіңнің денсаулығыңды күт деп айтқан екен. Енді барынша Барселона жанкүйерлеріне сабыр тілейміз. Енді Барселона жанкүйерлері қатты уайымдамайтын шығар, енді алыста, бірақ енді Барселона ойыншыларына психологиялық жағынан минус келтірмейді деген ойдамыз. Негізінде енді мен біртүрлі болып қалдым. Қазіргі уақытта енді эмоциямен айтатын едім жаңалықтарды. Бүгін енді қаралы хабарды басқаша жеткізіп жатырмын. Педридің өзі айтқан, сен кеткеніңе мен әлі де сенер алар емеспін. Ал Ламин Ямал болса, саған барынша жақсылық тілеймін деген. Ал Рональд Араухо болса, команданың штатынан жылап кеткен екен. Ал достар, біз жаңалығымызды жалғастыра береміз. Сіздер болса әрине лайк басуды ұмытпаңыз, және Карлос Минераға үлкен рахметімізді айтамыз. Танымал дәрігерлердің бірі болған каталондықтар үшін. Кеше Еуропаның біраз қызықты ойындары болды. Көбінесе енді Бундеслигада деп айтыламыз. Бундеслиганың басына тұрған командалар ұпай жоғалтып жатыр. Мысалға енді Байер және Мюнхендік Бавария. Мюнхендік Бавария кеше өз алаңында жеңіліп қалды. Бохум енді Баварияның сенсациялды тәрізде жеңіп кетті деп айтыламыз. 2-0 есеппен жеңіп тұрып, 2-3 есеппен жеңіліп қалғаны қалай мен мүлдем түсініп жатқан жоқпын. Негізінен енді Баварияның бапкері командадан кететін ақпараттар да болған. Бірақ енді Бавария клубы қатты уайымдамайтын шығар, бәрібір 8 ұпай алға шығып кеткен. Және Байер клубына тоқталатын болсақ, Байерда кеше Вердерден 0-2 есеппен өз алаңында жеңіліп жатыр. Бұларға не көрінді деймін? Кешегі ойын енді Байер үшін қиын болды деп ойлаймын. Команданың жұлдыздарының бірі Виртс кеше жарақат алып қалды, және өзі алаңнан шыға алған жоқ, оны көтеріп әкетіп қалды. Жалпы айтқанда енді келесі ойынға шыға алмайды деген ақпараттар да бар. Енді келесі ойын әрине Бавария қарсы ойында, Чемпиондар лигасында енді Баварияның жолы болып жатыр, және Бавария жеңіске жетіп қойған еді 3-0 есеппен. Енді Байердің жеріне кеп әйтеуір енді уақыт созып жеңетін шығар.
Алла жақта енді Боруссия Дортмунд клубы да жеңілген екен. Бавария жеңіліп жатыр, Байер жеңіліп жатыр. Біз енді оны пайдаланбаймыз. Біз де жеңіле салайық деп кеше Аугсбургтан 0-1 есеппен өз алаңында жеңіліп жатыр. Енді Бундеслиганың атақты командалары өз алаңында жеңіліп жатыр. Ал енді мына жақта өзімнің Манчестер Сити клубымда Форестте жеңіліп қалды. Алар жындымайы деймді. Негізінде Форестте жетіп алатындай мүмкіндік болған, бірақ Манчестер Сити клубы жеңіліп қалады. Интриганы ұстағысы келіп жатыр ма? Немесе келесі маусымда Чемпиондар лигасында өнер көрсеткісі келмей жатыр ма? Мен түсініп жатқан жоқпын. Ал Форест жанкүйерлерін құттықтап қаламыз. Енді осы команда енді келесі маусымда Чемпиондар лигасында өнер көрсетеді деген ойдамыз. Ал енді Манчестер Сити клубының артында Челси келе жатыр, бір ұпай алды. Егерде енді Челсиде бір артық ойын бар. Челси бүгін жеңіс жететін болса, Манчестер Сити 5-ші орынға түседі. Винисиус Junior Реал Мадридқа керек емес. Саудия лигасына бараттен ақпараттарда таралып жатыр. Енді онымен жеткізмесем де сіздер білетін шығарсыздар. Және Реал Мадридпен келісім шарты 2027 жылға дейін және отступное 1 миллиард евро. Және Реал Мадрид клубы да айтқан екен, Винисиус командадан кетемін дейтін болса, біз қарсы емеспіз. Енді таңдаудың бәрі Винисиуста деп жатыр. Енді командадан кетсе де біз қарсы емеспіз. Ұстап қалмаймыз деп жатқан шығар. Енді осы Винисиустың соңғы кездердегі мінезі ит болып жатыр. Алдыңғы маусымдағы Винисиус жоқ. Алдыңғы маусымда енді алтын допқа фавориттердің бірі болған және басты үміткер болған. Енді алтын допты алмағаннан кейін психикалық түрде сынып қалды ма, оны да білмедік. Және Реал Мадридтағы соңғы кездердегі ойын нашар болғанына қарамай, Реал Мадридта ең көп жалақы алатын ойыншы болғым келеді деп жатыр. Ал енді Реал Мадрид клубы сендерге ақша деп беретін клуб емес. Енді Реал Мадрид клубы да осы Винисиусты сатып жібергені дұрыс сияқты, менің жеке ойымша. 2025 жылы Винисиус енді ассисттер беріп жатыр, енді бәрібір гол соғуы керек деп ойлаймын. Және 2025 жылы бір ғана гол салған, оның өзін Жиронаға қарсы ойында Чемпиондар лигасында әлі көріп жатқан жоқпыз Винисиус Juniorды. Және Мбаппеден пас қызғанады ғой бұл бәлдеше. Мбаппе ашылып тұрған болса да Винисиус пас бергісі келмейді, өзі теуіп көреді. Енді бұл жерде менің ойымша эгоизм бар деп ойлаймын. Реал Мадрид енді осы Винисиусты сатып құтылғаны дұрыс. Енді Манчестер Юнайтедке баратын ақпараттар да бар. Енді Манчестер Юнайтедке бармайтын шығар. Енді прямой Саудия лигасына ұшатын сияқты. Ал достар, біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Сіздер болса лайкты аямаңыздар.